Баршаңызға сәлем, сіздермен Жаннат. Бүгін мен сіздерге өте керемет дәмді әрі жұмсақ болып келетін маршмеллоу дайындайтын боламыз. Құрамында тек қана 2 ғана заттан тұратын, ешқандай жұмыртқа қосылмайтын керемет дәмді маршмеллоу. Міндетті түрде видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 10 грамм желатин керек. Мендегі желатин халал желатин, видеода көріп тұрғандарыңыздай сиырдың сіңір етінен жасалған. Осы желатинімізді бөлек ыдысымызға 10 граммын қосып, үстінен бөлме температурасындағы немесе салқын суымызды 60 грамм ғана қосып, жақсылап араластырып, су моншасында немесе асты табаны қалың темір ыдысымызға салып, 5 минутқа газ пешімізде орта қалыпқа қосып, желатиніміз ерігенше қойып қоятын боламыз. Желатиніміз ерігенше біз бөлек ыдысымызға 200 грамм қантымызды салып, оның үстінен 60 грамм суымызды қосып, 1 литр араластырып аламыз да, тағы да газ отымызға орташа қалыпқа 6-7 минутқа қойып қоямыз. Біздің суымыз қайнамауы керек. Тек қана осындай аппақ көпіршіктер шығып, енді қайнауға аз алған кезде өшіріп, аздап суытып аламыз. Біздің енді ерітілген желатинімізді суымыздың үстіне қосып, жақсылап миксердің көмегімен миксерлеп алатын боламыз. Миксерімізді ең жоғары қалыпқа қойып, біздің көбіктеріміз әппақ болып, кішкене қоюланып ағарғанша, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, осындай болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін үстіне красителімізді қосамыз. Ароматизаторы аз, халал красительдеріңізді алып қоссаңыздар да болады. Немесе краситель қосқыларыңыз келмейтін болса, бізде клубника, малина деген сияқты ванилиялардың суынан 2 шай қасық қоссаңыздар да қызарып шығады. Егер сіздер краситель қосқанды ұнатпайтын болсаңыздар, енді біз қалыпымызды ішін суық сумен бірінші майлап алатын боламыз, суық сумен. Содан кейін оның үстіне пищевой пленканы төсейміз. Пищевой пленканы төсеу себебіміз қазір формаға құйған кезде салфанымыз сырғып, формасын өзгертіп түсіп қалмас үшін суды бірінші жағып аламыз. Одан кейін барып қана біз үстінен сұйық майымызды қосып, жақсылап жан-жағын, менде 2 осындай посуда жан-жағын жақсылап майлап алдым да, біздің дайын болған маршмеллоуымызды құйып 3 немесе 4 сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Бетіне қайтадан пищевой пленканы жауып қоямыз. Пищевой пленкаларды жақсылап майлауды ұмытпаңыздар, әйтпесе жабысып қалады. Мен жақсылап майлағандықтан, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, өзі спокойно алынып кетті, өзінің формасын сақтады. Енді оның үстіне біз бері крахмалынан 3 қасық және сахарный пудра бар ғой, қант ұнтағы, содан 3 қасық қосып, жақсылап жан-жағына ауната отыра, біздің маршмеллоуларымызды турап алып қосатын боламыз, ауната отыра. YouTube каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген күшті жақсы рецептерді жоғалтып алмас үшін. Міне біздің маршмеллоуымыз дайын болды. Міндетті түрде үйлеріңізде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. 2 ғана қарапайым заттан жасалатын өте керемет дәмді маршмеллоу.